Машинені қойып біз қарашы вау мына кісі бұл кісімен жүрсең короче осындай жерлерде жүреді екенсің. Мына гүлді қарашы короче осыны не істейміз? Төбеге алып барамыз. Осыны төбеге алып барамыз, содан кейін Енді Ақбота үшін не істемейсің? Төбеде 30 этажда отырамыз ғой. Бір чай ішетіміз бар ғой. короче осындай қызықтар болып жатыр. Бүгін мына кісі қоймай Ақботаға сөз салып риск алдыңға келіп тұр ғой. Бірінші кездесуде самсапам сора бермедіңіздер ма? Әлі переживать еттім же. Әлі переживать еттім. Ештеңе болмайды. Бәрі нормаль болады. Кеттік ұстаға кеттік. Бәрі нормаль болады. Кездесулер мен түсіремін қазір. Мен басқа сөзбен даже. Короче, мен бақыттымын ше. Дәл мына көріністі өз көзіммен көріп отыру деген ше, қарыңдаршы. Сендер телефонның ар жағынан көр. Бота өз сондай екен, ол вечно недовольный болып жүреді екен вообще. Короче, видео түсіп жатқанбыз ана. Гүлге қалып, короче. Мен шығып кеткен ғой. Біреу лифтті шақырды да кетіп қалған ғой үшін. Гүл жоқ қойшы. Прикинь? Жоқ. Ешкім алмайтын шығар деп. Чана вела фонын. Ужас маңдай болды. Гүл қақып кеткен жаңа неде лифтта. Біреу шақырып қояды, асыра түскенде жабылып кетеді. Жи ғой. Сонымен қайттан келді 30 этажға, қарасақ гүл жоқ қой. Топ бересіз ба? Сәжідай тұмдар. Екі. Бүкіл түсірген бәрі қыжылдап кетті ғой. Операциядан аман есен шықтым достар. Стентті алды. Күшті болып қалдым стентті алғаннан кейін. Бірақ почему-то на катетерді алды да еще тігіп тастапты. Өмірінде бірінші рет ондай болатыр. Обычно катетерді просто чулып ала салады и марлемен жауып үстіне мұз салатын еді. Бізде Қазақстанда істетін еді, бірақ мынау катетер, бұндай катетер енді менде бірінші рет болды ғой, 5 жылдық катетер ғой бұл. Наверное, сондықтан прям тіктірді бұны. Сол тіккен жер шофымған ауырған болмаса, былай барлығы жақсы. Ертең мен туған күнім деп айтып қоймаған ба. Ассалаумағалейкум, күн берекелі болсын. Бүгінгі қасиетті күн, тем более тамам кішкене қырылығып шықты ойдым что-то деп. Қалайсыздар, амансыздар ма? Сәл өйсіп қуып кететін бар негізі арасында. Күндеріңіз сәтті өтсін дегім келеді. Шын жүрекпен, шын пейілмен айтамын. Берекеге толы болсын, ризық несібеге толы болсын. Мына ризық деген нәрсені біз көбіне ақша жағынан деп ойлаймыз ғой. Негізі таңызыңмен тұрып Алла берген ауаны жұтудың өзі бұл ризыққа жатады. Сондықтан да ризықтың түрі көп, айта берсек әңгіме көп. Аллах барлық жағынан ризығын нәсіп етсін. Әрине ақша жағынан да, конечно, барлықтарыңызға тек жақсылық тіледім. Сол. Тәтем байқа жуып жатыр. Короче, 2000 қадамнан асып кетті, 3000 қадамға кетіп баратырмыз. Момат файтинг болайын деп жатыр. Маңыз күндері шатаспасам. Жұмабеков братан шығады. Сәттілік братан, жеңіс тілеймін. Жалпы маған бұл жерде Еркебұлан шығайын деп жатыр деп жатыр ғой. Еркебұлан қызық болып тұрған жоқ маған. Мен де оған қызық емес қой негізі. Еркебұлан қызық емес маған. Енді ол жасарын жасап танылып алды ғой. Маған бұл жердегі қызық бой Ануарбек мотиватормен мұхиттың бойы қызық болып тұр, братанның. Мұхитқа жақпын, мұхитқа тілеулеспін. Боксер екенін дәлелдейді деп ойлаймын. Бірақ енді анау мұхит братанның бір-екі ауыз сөзіне қарағанда тестостеронды тығып денемді үрлеп алған сияқты кәдімгідей Ануарбек. Көреді енді өзі. Жеңісті мұхитқа Аллах нәсіп етсін дегім келеді. Енді Ануарбекті қазақ қой, бірақ қатты бір жақтыра бермеймін ол жігітті. Сондай. 3 С. Т. Енді сіз Т-дан басталатын и С-дан бітетін әріп керек. Либо С-дан басталады. Иә, дұрыс. 3 Ж. Жас. Жарайды, тағы да кеттік. 3 А. Қиындау қалды, уже. Арақ. Арақ.
арық. Неге қ демедің? К ғой. Ж. Ш. Ж болып тұр. Ш, иә. Келмейді ау деймін. Жаңылыш деп қойсаң. С. Р. Рас. Р. Есі рас, иә. Дұрыс. Мына кухняны сағынған шығарсыздар достар, иә. Мінекей. О, аягөз бек арыз ұл болсын келеді деп күштілеп манты дайындап қойған ғой. Және салат. Қалайсың, мама? Жақсы аман есен, ой. Бала шағам кеп қуанып қалдым ғой. Иә, біз де сағынып әрең жеттік қой. Қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсыздар ма? Аман есен, қайырлы түн баршаңызға. Иә, маманы сағынған жандарға жалынды сәлем. Ал пападан жалынды сәлем. Қалайсың, папа? Ассалаумағалейкум, бәріңізге кеш жарық. Иә, окей. Ана балаша кеп. Көз айым болып отырмыз десе. Ұйықтамай күтіп отырмыз деп қойсаңызшы. Иә, ар жағымызда. Қайырлы күн достар, барлықтарыңызға Түркістаннан жалынды сәлем. Мына жақта бізде папа кетіп бара жатыр ғой. Видеоға түсіремін десем уже кетіп бара жатыр ғой. Жақсы жұма қабыл болсын. Иә, жұма намазға кетіп бара жатыр. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Біздің үйдегі ой бала-шаға ұйықтап жатыр. Қазір мен айтады, не ашытып қойдым. Жұмада кішкене еш шығарып жіберейін деп. Жет-шелпек және де бауырсақ. Бұйырса қазір еш шығаратын болам. Кішкене ашығаннан кейін жарты сағат ашып қалады уже. Түркістан қаласынан барлықтарыңызға жалынды сәлем. Үйде рахаттан бүгін демалып алдық. Ал жұмысқа кірісеміз енді. В общем, мама екеумізға келіп, қалған мусордың бәрін мусорға апарып, керек емес заттарынан тастады. Мына жаққа көшіп келгеніміз болмаса, ана жақта өмір сүріп жатырмыз әлі. Себебі бірақ әлі полный холодильник продукт алу керек. Сол мен мына жаққа тек ұйықтауға ғана келіп жатырмын. Мына жақ салғын екен. Диванға жатуға бола келіп. Так өміріміз бір ана жақта өтіп жатыр. Сол. Заттарды разбирать ету керек еді, баба? Заттарды разбирать ету керек.